Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз қатпарлы қамырдан жасалатын ең оңай тортты дайындаймыз. Және де достар, видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдымен біз ең бірінші кремін дайындаймыз. Крем дайындау үшін бізге қант, кукурузный крахмал, ванилин, 2 жұмыртқа, сары май, 5 сүт және керекті құрал жабдықтар. Ал бастаймыз достар. Ең бірінші видеода көріп тұрғандарыңызда 2 жұмыртқаны жақсылап жарып аламыз. Және де қантты қосып жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Ванилинді де қосып жақсылап қант ерігенше араластырып аламыз. Және де кукурузный крахмал қосамыз. Қанша мөлшерде керекті болатыны менің видеомның астында жазулы тұрады достар. Жақсылап қосып, кукурузный крахмалды жақсылап араластырып аламыз. Бәрі біркелкі боп ерігенше. Және де міне дайын болды. Енді сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жай отқа, газға қойып, лопатканың көмегімен емес қыздар, венчикпен жақсылап араластырып отырамыз. Жай отта. Жақсылап араластырып отырыңыздар. Және осындай қою, әдемі, осындай крем шығады, заварной крем. Және де бетін салафанмен жауып қойып қоямыз. Ал енді біз тестасын жасаймыз қыздар. Оған ерітілген сары май, видеода көріп тұрғандарыңыздай уксус, осы заттар керек. Алдымен бірінші сары майды жақсылап езіп аламыз. Онымен араластырып, жақсылап екеуін біріктіреміз, онымен сары майды. Мен қолымды алдын ала жуып алдым. Қолыммен жақсылап, онымен сары май жақсылап араластырып аламыз. Және де мына видеода көріп тұрғандарыңыздай ыдысқа 1 жұмыртқаны жарып алып, бәрін біріктіріп араластырамыз. Уксус менде проценті көп, сондықтан көп қосқан жоқпын. Жай ғана тамыздым сәл. Бәрін біріктіріп, венчикпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, бәрін біріктіріп аламыз. Және де тестамызға шетіне жайлап бәрін құйып, жақсылап қамыр илейміз. Онды керегенше қосасыздар достар. Жаңағы су майыңыздың мөлшеріне қарай. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай жақсылап жайып аласыздар. Сөйтіп рулет қылып міне орайсыздар. Жып-жұмсақ қамыр болуы керек. Және де өстіп бөліктерге бөліп аласыздар. Мен 8-9 бөлікке бөлдім. Міне, видеода көріп тұрғандарыңыздай 9 бөлікке бөлдім. Және де жұқалап, жақсылап домалақ қылып жайып аласыздар. Қызып тұрған сковородкеге 2 жағын 2-3 минуттай қақпағын жауып пісіріп аламыз. Міне қызып тұрған сковородкеге салып, қатты күйдірмей, осылай қызартып пісіріп аламыз. 2 минутта уже піседі бір беті, екінші беті 1,5 минутта піседі. Және де барлығын пісіріп алдым. Енді қаймаққа майды осылай миксермен араластырып алып, жаңағы заварной кремін екеуін бірге қосып,
жақсылап тағы араластырып аламын. Өте қолжетімді заттардан үйде жасап жеуге кеңес беремін, қыздар. Міне, кішкене крем жағып, осылай 2 қасықтан жағып отырамыз. Міне, 2 қасық крем салып, осылай бір тегіс қылып жақсылап жағып, және де қыздар, қамырды пісіріп жатқан кезде, пісіріп болғаннан кейін май жағып отырсаңыздар, өйстіп пісірген қамырларыңыз жұмсақ, әдемі болады да. Міне, слоеный. Және де біреуін осылай алып қалып, жақсылап үгітіп, сковородкеге қуырып аламын, бетіне себемін торттың. Міне, өте қытырлақ, сондай әдемі болып шығады сырты. Жақсылап міне сковородкеге қуырып алдым. Бетіне жақсылап сеуіп, шет жағына жақсылап сеуіп алдым. Міне, тортымыз дайын, қыздар. Осылай жасап үйде жеңіздер. Өте тойымды, шәймен ішкенге кейде бір торт жегің келеді ғой, үйде бар заттардан бір істеп. Сол кезде осы тортты жасауға кеңес беремін, қыздар.